Сәлем. Бүгін мен сіздерге мына табиғи бұйра шашты қалай сәндеуді көрсетемін. Менің шашым өзі табиғи бұйра. Мынау қазір укладка жоқ кез. Егерде, например, мен 3 күнде бірлес шашымды жуамын. Шашымды жуғаннан кейін шашты қалай әдемілеуді көрсетемін. Менікі мынау табиғи бұйра. Мен когда шашты осылай қарамасам, табиғи бұйраның өзі осылай быт-шыт болып тұрады. Когда укладка жасаған кезде табиғи бұйрам әдемі болып былай бұйра болып шығады. Егерде сіздерде шашыңыз осындай табиғи бұйра болса, солай шаштарыңызды сәндеп алсаңыздар болады. Даже химия салған кезде биозабивка. Соны жасағаннан кейін де ол тура осылай шығады. Осындай табиғи бұйра сияқты болып шығады биозабивка. Оны да осылай шаштарыңызды укладка жасап жүресіздер. Олан суреттегі сияқты әдемі болып бүйтіп тұра қалмайды. Күтім керек шашқа. Күтсеңіз ғана шашыңыз әдемі болып тұрады. Мынау міне без укладки міне осылай. Свертке ұқсап тұрады ғой, короче. Быт-шыт болып. Қазір мен басымды жуып келейін. Сосын кейін мен сіздерге қалай шашымды әдемілейтінімді көрсетемін. Мен олай күнде жасап жүрген жоқпын, бірақ та мен оны бір тойға барғанда или бір ерінбей тұрған кезімде шашымды солай жасап қоямын. Сол маған где-то 3 күнге жетеді. Ал мынау укладка жасамай басын жуғаннан кейін қалай осылай жүре берген кезде ол осылай болып тұрады. Табиғи бұйраның өзі өстіп тұрады. Менікі қатты табиғи бұйра емес, волнистый. Толқын шаш менікі, толқын. Толқын шаш. Қазір сол толқын шашымды әдемілегенімді көрсетемін. Қыздар, осылай шаштарыңызды жуып аласыздар. Мынау менікі сіздерге өзі бұйрады. Көрдіңіздер ме? Қазір міне
арзан тұрады, жеке сатылады арзан тұратын нәрсе где-то 1000 жарым теңге ма сондай.